Сәлем құрметті оқушы, бүгін біз разрядтан аттама екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу тақырыбының екінші бөлімін өтеміз. Сабағымыздың мақсаты екі таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу. Ендеше қараймыз, мына суретте көрсетілген ол Пифагор ғалым. Және де Пифагор кестесі. Пифагор кестесі бүгінде көбейту кестесі ретінде белгілі. Онда цифрдың орнына грек әліпбиінің әріптері орналасқан. Міне қызық. Қарашы, мына көрсетілген кесте бойынша көбейтудің кестесін көре алдың ба? Бірінші тапсырма, әріптерді цифрлармен ауыстыр. Ол қалай құрылғанын сен есіңе түсіре аласың ба дейді. Ғаламтордан грек әліпбиінің атауларын тап дейді. Ендеше қараймыз. Мысалы, әріптерді біз белгілі бір санға ауыстыруымыз қажет екен. Ал енді, мысалы, мына белгі ол 1 деген санды білдіретінін көріп тұрмыз. Келесі, 2-ні қараймыз. 2 деген сан бұны білдіреді. Ал енді 3 дегеніміз Y-ті білдіреді екен. Міне қызық, я? Әр қайсысын қарап шық. Және де, мысалы, 5 көбейту 5 деген көбейту кестесінде мына қиылысып тұрған жерге қара. К және де З сияқты бір әріпке ұқсайды. Ол қандай сан және оны нені білдіреді, соны зерттеп көрші. Екінші тапсырма. Қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Қала мектептерінен 4 топтың әр қайсында 11 баладан, ал ауыл мектептерінде 8 топтың әр қайсында 11 баладан саяхатқа шықты. Сонда барлығы неше бала саяхатқа шықты деген есеп құрастырсақ болады. Ал шешуіне келейік. Әр қайсысы дегенде әрине біз көбейту амалын қолданамыз. Және барлығын табу үшін әрине қосамыз. Міне, осылай шешуін тауып, жауабын дұрыс жаз. Келесі Б нұсқасы. Міне, бұл жерде де тура осындай тапсырма. Келесі Ә нұсқасы. Бұл есепте де тура солай есеп құрастыру керек. Бірақ бізде екінші күні қанша есе артық және де қандай сұрағы белгісіз, соған мән бер. Ал енді мен Б нұсқасына көмек беремін. Себебі бірінші, екінші, үшінші күні 3 нәрседен құралған есеп. Ал енді бірінші күні саяхатқа қаншадан барды? 31. Ал екіншісі белгісіз, одан 12 адамға кем барған екен. Үшінші күні бірнеше, яғни ол да белгісіз. Бірақ барлық барған адамдар саны 90 екен. Бұны қалай шығарамыз? Шешуі. Ең бірінші біз 31-ден 12-ні азайтамыз. Сол кезде екінші күннің адамдар саны шыға келеді. Ал енді үшінші белгісіз айнымалын табу үшін біз барлығынан осы 31 мен белгілі болған екінші күннің адамдар санын қосамыз. Есепте және дұрыстығын тексер. Мен бір көбейтуді және бөлуді көрсетейін. 32 көбейту 2. Ал 2 бірлікті 2 бірлікке көбейтсек 4. 2 ондыққа 3 ондықты көбейтсек 6. Мәні 64. 99 бөлу 3. 9 ондықты 3-ке бөлсек 3 ондық. Тексереміз. 3 ондықты, яғни 3-ке көбейтсек 9 ондық азайтамыз. 0. 0-ді жазбай қойсақ та болады. Келесі, оның қасындағы 9 бірлікті түсіреміз. 9-ды 3-ке бөлсек 3. Тексереміз. 3 9 азайтамыз. 0. Басқа түсіретін сан жоқ. Мәні 33. Теңдеуді шеш. Ал кәнекей, мен ең соңғы тұрған теңдеуді толығымен шешіп көрсетемін. 7 көбейту x тең
84 бөлу 4. Мен теңдеудің оң жағын бірден шығара аламын. Ал кәнекей 84-ті 4-ке бөліп көрейік. 84 бөлу 4. 8 ондықты 4-ке бөлсек 2 ондық. 8 азайтамыз 0. 4-ті 4-ке бөлсек 1. Азайтамыз 0 шықты. Мәні 21 екен. Ал енді қандай компонент белгісіз? Екінші көбейткіш. Оны табу үшін біз 21-ді 7-ге бөлеміз. X-тің мәнін тауып, және де оны X-тің орнына қой. Теңдеудің оң жағы мен сол жағы тең болуы керек. Көпшілікке танымал геометриялық конструкторды әлі де Пифагор бас қатырғышы деп атайды. Осындай ойын әзірле, осы және басқа да пішіндерді құрастырып көр. Ендеше қараймыз суретке. Неше түрлі қиындылардан жануарлардың, немесе басқа да құстардың, адамдардың бейнесін құрастыруға болады екен. Ал сен қандай нәрсенің осындай мүсінін құрастыра аласың? Кәнекей көр. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.